Екінші курс, 20-шы топ, өндірістік оқыту сабағы. Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Қашықтықтан оқыту сабағымызды. Сабағымыздың тақырыбы орыс халқының ұлттық тағамдарын дайындау. Сабағымыздың мақсаты ши дайындау технологиясы, жылулық өңдеуден өткізу, әшекейлеу және оны ұсыну. Критерийі: дайын болған бірінші тағамдарды ұсына біледі, бірінші тағамдарды әзірлеген кезде шикізат санының бағасын шығара біледі, үшінші сұйық астың технологиялық картасын құрастыра біледі. Келесі тапсырманы дәптерімізге жаза отырсақ, ши туралы мағлұмат. Ши тағамы орыс халқының тағамы. Ши тағамдарының түрлері 5-ке бөлінеді. Ол жас капустадан дайындалған ши, ашытылған капустадан дайындалған ши, яғни квашеная капуста, орама ши, көк ши, тәуліктік ши. Жас капустадан дайындалған ши капустаны қылыш тәрізді тамыр сабақты бөлекше турайды. Қышқылтым дәмі бар капустаны алдын ала жылы сумен жуады, сосын қайнап тұрған сорпаға салып қайнатады. Шала қуырылған көкөністі пиязды қосып 15 минут пісіреді. Ұсыну кезінде ет кесегін салады. Үстіне қаймақ пен көк салады. Орама ши: капустаны бұқтырады, жарманы, яғни күріш, арпа, сұлы, сөк іріктеп жуады, қайнап тұрған сорпаға дайын жарманы салады, 15-20 минут пісіреді. Шала қуырылған көкөніс дәмдеуіш қосып асқа тартады. Келесі тәуліктік ши. Дайындау үшін сиыр төстігін, шошқа етін пайдаланады. Ысталған етті 3-4 сағат бұқтырады. Капустаның пісу процесі 1 сағат қалған кезде қосады. Беру кезінде тарелкаға 1 кесек ет салады. Ши құйып қаймақты салып, ақ желкек көгін, ас көк себеді. Келесі 5-ші дайындалатын ол көк ши. Шиді суда не сорпада дайындайды. Қайнап тұрған сорпаға картоп, капуста салып қайнатады. Пісу аяқталғанда 5-10 минут қалғанда дәмдеуіш салып толық аяқтайды. Ұсыну кезінде тарелкаға піскен жұмыртқа, ет кесегін салып, қаймақ пен көк салып ұсынады. Келесі алдыларыңызда технологиялық схема. Бұл жас капустадан әзірленетін шидің схемасы. Бұның ішінде бәрі көрсетілген. Қазір астында тапсырма беріледі. Сол тапсырмадағы сұрақтардан осы технологиялық схемадан қарап жазуларыңызға болады. Бұнда бәрі көрсетіліп тұр. Келесі технологиялық схема бұл квашеная капуста дейміз. Қышқылтым дәмі бар капустадан көрсетілген шидің технологиялық схемасы. Бұнда да қалай әзірлену керек, қандай картошканы салу керек па, бірінші капустаны салу керек па, бұл схемада бәрі көрсетілген, қалай әзірлену керек екендігін. Тағы да айта өтейін, астындағы тапсырмаға, сұрақтарға бойынша осы схемаларға қарап жауап жазуларыңызға болады. Міне балалар, тақырып бойынша сұрақтарға да жетіп қалдық. Бірінші сұрағымыз: жас капустадан шиді дайындаудың сызбасын жаса. Жаңа көрсетіп өттік қой. Сіздер оны жаңа көрсетіп өткендей, сіздерге технологиялық картаны өз беттеріңізше жас капустадан жасалынған шидің сызбасын көрсетесіздер. Екінші сұрағымыз: қышқыл сорпалар түрлері мен оларды дайындаудың ерекшеліктері қандай? Үшінші: ыстық көже мен суық көжелердің беру температурасы қандай болу керек екендігін жазасыздар. Төртінші: сұйық көжелердің құрамында қандай қоректік заттар болады? Бесінші: ши түрлерін айтып беріңіздер. Жоғарыда сіздермен өтіп кетті. Шидің қанша түрі болады, қаншаға бөлінеді? Осы сұрақтарға, тапсырмаға жауап берсеңіздер. Жақсы балалар, ендеше кері байланысымызға да жеттік. Ол жетістік баспалдағымен алдым мен. Егер де сіздер тақырыпты жақсы түсінсеңіздер, бірінші санды жібересіздер, жақсы түсіндім деп. Егер де түсінсеңіздер, түсіндім деген екінші реттік санды жібересіздер. Егер де сұрақтарыңыз бар болып, кейбір тақырыптардың, кейбір сөздерді мүмкін түсінбей қалсаңыздар,
цифрасын санын жібересіздер, сұрағым бар деген. Мен сіздерге түсінбеген жерлеріңізге жауап беремін. Төртінші, мүлдем түсінбедім десеңіздер, 4 санын жібересіздер. Мүлдем түсінбеген болсаңыздар, сіздерге тақырыпты қайтадан басынан түсіндіріп беремін. Үй тапсырмасына да келіп жеттік. Балалар, үйге орыс халқының тамақ түрлерін қайталаймыз. Жас капустадан шидің сызбасын жасаймыз.